Жолда әртүрлі жағдайлар болады, иә. Мысалы, мына жағдайды қараңызшы. Бұл жерде қызыл автокөлік келе жатып, мына жерде жаяу жүргіншіні көрмей қалуы мүмкін. Ал егер осы жерде жаяу жүргінші оң жақтан солға қарай жүретін болса, яғни оң жақтан солға қарай жүріп келе жатқан кезде қызыл автокөліктің алдынан өтіп кетті, қызыл автокөлік жақындап келе жатты. Сосын ол қызыл автокөлік жүргізушісі ойлайды, мына екі көлік осыған жол беріп тұр деп. Сол кезде мына жақтан бір асығыс жаяу жүргінші жүгіріп келе жатады. Сол келіп алдынан шыға келеді. Тоқтап үлгермей қалады. Осындай жағдайлар өте көп болады. Және мына жағдайды қарасаңыз, автобус тұрып алған дәл пешеходтың алдына. Ал мына жерде газель тұрып алған. Бұл бұзылып тұр ма, бұл жерде жұмысын бітіріп тұр ма, өзінің белгісіз. Әзірге аварийға жақып қойған, бірақ енді ол нақты сол бұзылып тұр ма, ол белгісіз болып тұр қазіргі моментте, біздің ақпарат бойынша. Енді бұл жерде ереже бойынша, мына ережеде бөлімдер бар. Осы жерде ереженің бөлімдерін ақтарып қарасаңыз, бұл жерде айтады сізге. Мына жаяу жүргінші өткелдің алдына дейін, яғни пешеходтың алдына дейін 5 метр жерде жақын тоқтауға болмайды. Себебі мына өтіп жатқан жаяу жүргіншілерді мына жүргізушілерден жабасыз, яғни көрмей қалады жүргізуші. Сіздің көлігіңіздің ар жағынан бір бала, бойы кішкентай адам, бала шығуы мүмкін. Сондай жағдайда көрмей қалады. Сол себептен пешеходқа осылай алдына тұрмаңыз. Мына жерде газель, автобус. Бұл жерде жеңіл автокөлік тұрса да көрінбейді. Сол себептен мына жеңіл автокөлік тұрса, мына жақтан келатқан кезде сіз ойлайсыз пешеход бар шығар деп. Бірақ бүйтіп жақындаған кезде жоқ болып қалады. Енді газ басып жүріп жатқан кезде шыға келуі мүмкін. Оның әртүрлі жағдай болады. Осылай пешеходтың алдына тоқтамаңыздар. Егер сіз жүргізуші болсаңыз, және басқа да жүргізушілерге айтып жүріңіз. Мына видеоны жіберіп бөлісіп жүріңіз. Қазір қалаларда осындай бағдаршамда қосымша қызыл плюс пайда болды. Осы қызыл плюс сигналы не мағына береді? Бұны көп адам түсінбей жатыр. Бұл жерде қараңыз, мына қызыл плюс, сіз солға бұрылатын болсаңыз, осы қиылыста, міне солға бұрылатын кезде, мына жақтан қарсы бағыттан көліктер жүріп жатады, иә. Сол кезде мына қызыл плюс жанатын болса, қызыл плюс жанған кезде, мына қарсы бағыттағы көліктерге ар жағында қызыл жанды деген сөз. Енді сіз қарсы бағыттың светофорын білмейсіз ғой. Бірақ сізде мына жерде қызыл плюс жанып тұр. Демек, ана көліктерге қарсы бағыттағы көліктер жүре алмайды. Сіз солға бұрыла бересіз. Түсіндіңіз ғой? Қосымша секция сияқты, қосымша секция болады. Бірақ бұл қызыл плюс мына қарсы бағыттағы көліктерге сізге қызыл жандырады. Түсіндіңіз ғой? Бұл жерде қараңыз. Сіз мына қызыл жанған кезде, қызыл сөніп тұрса, онда білесіз. Мына қарсы бағыттағы көліктерге жасыл жанып тұр. Ал қызыл жанса, ол кезде түсіндіңіз. Мына жерде қарсы бағыттағы көліктерге қызыл жанды, демек мен жүре аламын. Олар өзі тоқтап бастайды. Сол кезде сіз солға бұрыласыз. Түсіндіңіз ғой? Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар. Сіз элементарный қалада жүрген кезде сигнал беруді әдетке айналдырып алғансыз. Сіз болсын, көп жүргізушілер бажылдап сигнал беруге мастер. Білмеймін оны неге оны жақсы көретін. Жалпы өз басым сигнал беруді ұната бермеймін. Берсем де кішкене тик-тик етіп берем, ал былай пап етіп бере бермеймін. Неге? Менді қараңыз. Жалпы солындай мәдениетке үйренгендеріңіз дұрыс. Жолда жүрген кезде жалпы бостан-бос сигнал беру, ережеде ол кәдімгі айыппұл. Яғни сізге ереже бойынша сигнал беретін екі жағдай бар. Именно қаланың ішінде бір жағдай. Яғни сіз жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында сигнал бере аласыз. Яғни сізді біреу көрмей қалса, бір жүргізуші алаңдап қалатын болса, байқамай ДТП бір соғып кететіндей жағдай болса, бір жаяу жүргінші атып шығып сізді көрмей қалатын болса, сол кезде, яғни жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында сигнал бере аласыз. Немесе бір танысыңыз көріп қалып, пап деп, олай болмайды. Ол ереже бұзушылық. Сізге айыппұл салынады сол үшін. Мысалы, егер сол кезде сіз фиксация болатын болса, жалпы ол жерде сізге сигнал бергеніңіз үшін қазір ешкім айыппұл салып жатқан жоқ. Негізі заң бойынша салынады ол. Бірақ мен сізге айыппұлдан қорқыңыз, міне айыппұл салынады сізге деп отқан жоқпын. Жалпы сіз жүргізушілік мәдениетіңізді көтеріңіз. Сигнал бере бергеніңіз ол басқа жүргізушілерге зиян. Енді үйреніп, яғни енді рульді ұстап жақында ғана көлікке отырған адам, ол сасқалақтап өз жүрген кезде, мына жақтан келіп сіз бап сигнал берген кезде, ол осылай сасқалақтап, әйел кісілер тем более. Түсіндіңіз ба? Ол сіздің сигналыңыз зиянын тигізеді біреуге. Яғни сигнал берсеңіз, жай берсеңіз болады. Қаланың ішінде сол сіз жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында ғана сізге болады сигнал беруге. Түсіндіңіздер ғой? Басқа жүргізушілерді ол қатты алаңдатып, қиын жағдайға түсіреді. Қобалжытып,
сол жерде байқамай резко жүріп қалуы мүмкін, маған сигнал беріп жатыр деп, немесе резко тоқтап қалуы мүмкін, әртүрлі жағдай болады. Сол себептен енді мен сізге мүлдем сигнал берме деп жатқан жоқпын. Сіз берген кезде тек жаңағындай особо важный, яғни жол көлік оқиғасын қазір мынау қауіпті сәт деп алдын алу мақсатында, сол қауіптілікті сіз бересіз сигналды. Түсіндіңіз ба? Анау біреудің дворына барып тез шық үйден бап деп отыру, ол ереже бұзушылық. Түсіндіңіздер ғой? Енді қаланың сыртында сіз басып озған кезде, көлікке басып озып жатырмын деген мақсатта сіз сигнал беруіңізге рұқсат. Қаланың сыртында жаңағы жол көлік оқиғасын алдын алудан бөлек, және басып озған кезде қала сыртында үлкен трассаларда, елді мекеннен тыс жерде, сол жерде сізге рұқсат. Осы екінші жағдай. Түсіндіңіздер ғой, құрметті оқырмандар? Енді жүргізушілерге айтарым. Мына жолда жүрген кезде сіз оңға бұрылып жатасыз, мысалы, осындай жағдайда. Сол кезде пешеход шығып қалады, осы жағдай көп болады. Сол кезде сіз енді оңға бірден жылдамдықпен бұрылып жатасыз. Практикада жүргендер біледі көбісі. Оңға сіз былай светофор жасыл жанған кезде бірден жылдамдық алып, оңға қарай бұрылып бастайсыз. Сол кезде мына жақтан пешеход шығады. Сол кезде сіз тоқтап қаласыз, мына жақтағы көлік алаңдап келе жатады да, жүргізуші сіздің артыңыздан келіп, сіз тоқтап қалғаныңызды байқамай қалады. Осындай жағдай көп болады. Не, осыны ескеру керек. Оңға бұрылған кезде пешеход шығып қалуы мүмкін. Осылай дистанцияны сақтап, өзіңіз, мына жалпы мен алдыңғы видеода айттым, қауіпті жерлерді. Бұл қиылыс қауіпті. Қиылыста сіз алаңдамауыңыз керек еш нәрсеге. Міне осы туралы айтып өткен болатынмын. Құрметті оқырмандар, жалпы жолда жүрген кезде өздеріңіздің мына жүргізушілік мәдениет, яғни ол не ол? Жүргізушілік мәдениет деген не? Жүргізушілік мәдениет деген ол мына ережені білу және оны сақтау. Оны жақсылап түсініп алсаңыз, сіз қарапайым тілде, сіз оны өзіңізге жүргізушілік мәдениетіңізді көтересіз, және біреуге айтқан кезде де сіз сауатты түрде түсіндіресіз. Мына ережені білем деп жүргендер көп, жалпы оны қате түсініп жүргендер көп. Сондықтан сіздерге мына кітапқа тапсырыс беріп, өздеріңізге мына ережені қазақша қарапайым тілде түсініп алуға кеңес беремін. Мына жүргізушілердің мәдениеті, яғни біліктілігі артатын болса, жалпы барлығымызға мына жолда жүру қауіпсіз болады. Енді жолда жүрген кезде сіз өмірбақи көлікпен жүрмейсіз ғой. Сіз бір күн көлікпен жүрсеңіз, ертесіне сіз де жаяу жүргінші боласыз. Сол сияқты мына жаяу жүргіншілерге де қатты не істей берудің қажеті жоқ. Бірақ мен алдындағы видеода айттым, жүргінші, яғни жаяу жүргінші, жүргізуші, жолаушы, яғни сіздің көлігіңізге отырған адам, бүкіл адам сол жолаушы болып саналады. Жолаушының да міндеті бар. Мен ана таксидің артында отырып алып, жүргізушіге жаңа пранк анау-мынау жасап отыратын адамдар бар. Ол қауіпті. Мына жүргізушіні көлік жүргізуден алаңдатпауға міндетті жолаушы. Осыны білмейтін адамдар көп, өкінішке орай. Құрметті оқырмандар, А нүктесінен Б нүктесіне аман-есен жетіңіздер. Және біздің видеомен WhatsApp группа барлығына жіберіп бөлісіңіздер. Біз мына қазақша ережені қарапайым тілде шайнап тұрып сіздерге түсіндіреміз. Мына видеолардың барлығының пайдасы мол. Сол себептен барлықтарыңызға пайдамыз тисе қуаныштымыз.